Assalamu алейкум құрметті достар. Біз бүгін SolidWorks программасының бірінші сабағын бастайтын боламыз. Сабақты бастамас бұрын SolidWorks программасы жайында қысқаша түсінік бере кетейік. SolidWorks программасы әлемдегі өндірістік инженерлік бағыттағы ең кеңінен қолданыс тапқан инженерлік программаның қатарынан болып табылады. Өйткені бұл инженерліктің үш негізгі бағытын өз ішіне қамтыған, яғни CAD, CAM, CAE бөлімі. Яғни жекелеген детальдарды, жекелеген бөлшектерді сызуға, 3D-сін жасауға, 3D форматына келтіріп, CAE бөлімінде есептеуге, яғни беріктікке есептеуге, аэродинамикалық күштерге, механикалық күштерге, тағы басқа да температураға сияқты әртүрлі есептеулерді жүргізуге болады. Жалпы бұл жерде көрсетілгені беріктікке есептеп тұр. Мына жаққа күш түскенде, мынаның қай жері қаншалықты күшке шыдайды, және қаншалықты күште бұл сынады дегенді есептеп тұр. Және CAM бөлімі. CAM бөлімінде ЧПУ станоктары, яғни CNC аппараттарын қолдануға мүмкіндік береді. Яғни бізде сызылған детальды CNC аппаратында, ЧПУ аппаратында сандық бағдарламамен басқарылатын станоктарда жасауға мүмкіндік береді. Яғни G-код жазады. Сондай функциялары бар. Сондықтан бұл ең кеңінен қолданылатын ең ауыр программалардың, ең жетілдірілген программалардың қатарынан болып табылады. Және бізде SolidWorks программасын сабағымызды бастайық. Бұл жерде Composition деп айтылады. Мына жерде бізде ашылатын терезе. Бұнда жалпы мынау бөліміне тоқталып өтетін болсақ, мынау 3D форматындағы, яғни 3D форматындағы сызбаларды сызуға арналған бөлім. Мынау дегеніміз не? Сборка бөлімі. Яғни мынада сызылған жекелеген детальдарды бұл жерде құрастыруға болады. Яғни мотордың жекелеген бөлшектерін осы жерде сызып, мына жерде құрастырып, осы жерде динамикалық күштерге біз есептей аламыз, механикалық күштерге. Және бұл жерде сол сызбалардың 2D форматындағы сызбаларын жасауға, яғни өлшемдерін жазуға, қима беттерінің өлшемдерін жазуға арналған бөлім. Яғни бұл тек қана 2D форматында жұмыс жасайды. Бұл жерде мынау көрсетілген, бізде бұрынғы сызған сызбалардың қайда орналасқан, қай жерден ашуға болады. Сол сызбалардың адресін көрсетеді, және осыларды біз аша аламыз. Осыны басып, Open дегенді бассақ, burada ашылады. Және мына жердегі бөлім, мына бөлімі. Бұл жерде бұрынғы сызылған, ең соңғы сызылған сызбалардың орындары көрініп тұрады. Яғни ең соңғы істеген жұмыстарымыз рет-ретімен көрініп тұрады. Және бұл бөлімі бізде ағылшын тіліндегі сабақтар орналастырылған. Мына бөлім. Және бізде сабақты бастаймыз. Бізде мынадан бастаймыз қазір. Бұл жерде бізде панельдер көрсетілген, бізде ашылды. Тура осылай. Бізде бетін ашқан мезетте мынадай үлкен терезе ашылады. Бұл біздің жұмыс столымыз болып табылады. Сызған деталымыз осы терезенің үстінде болады. Жалпы бұл жердегі өзімізге қажетті, өзімізге ыңғайлы етіп, парақшаның бояуларын ауыстыра аламыз. Артқы фонын ауыстыра аламыз. Яғни мына жерге кіресіздер. Мына жерге кірген кезде, мысалы, ақ түсі маған ыңғайлы болатын болса, аққа қоямын. Я болмаса маған қайсысы ыңғайлы, осылардың біреуін таңдап ауыстырсақ болады. Мысалы, маған мынау қолайлы дейтін болсам, осыны қоямын. Осылай өзімізге қажетті реңді фонды таңдай аламыз. Және осының ішінде өзімізге ұнайтын парақша аз болатын болса, мынаның ішіне өзіміз таңдап алсақ болады. Бірнеше түрі бар. Біз шекінеміз. Және мына жердегі панельдерге тоқталып өтетін болсақ, мына жердегі панельдерді біз шығарып аламыз, және өшіре де аламыз. Мысалы, шит металды өшірдік. Міне. Енді осы біз алып қосарымыз болатын болса, мына жерден кіріп, мысалы, мына жерге алып келеміз, және тышқанның оң жағын басамыз. Оң жағын басқан кезде, осындай үшінші кнопканы басамыз. Тура осылай өткізіп, мына жерде өзімізге қажеттісін таңдап аламыз. Мысалы, мынау шит метал. Шит метал жалпы белгілі шкафтарды сызуға, яғни бестен жасалған, қаңылтырдан жасалған, парақтардан жасалған заттарды осы жерде істеуге болады.
бүгүм, анау мынау барлығына ыңғайлы, қолайлы программа. Осылай бізде өзімізге қажетті бөлімін жасап аламыз. Мынау Multiplus дегеніміз қосып алсақ болады. Бұл қалып жасау бөлімі. Қалып, яғни пресс форма штамптар жасауға, матрица понсон жасауға арналған бөлім. Осылай бізде детальдарымызды қосып алып жасай аламыз. Ең үстіндегі мыналарға тоқталып өтетін болсақ, мынау жаңадан парақ ашуға, яғни жаңадан жұмыс столын ашуға арналған бөлім. Мына жерде осы жерде сызылған детальдарымызды 2D форматына бірден аударуға болады. Және мынау осы жерде сызылған детальдарды сборка бөліміне бірден өткізуге болады. Тура осылай. Және мына жердегі ашылған бөлім бағана көрсетілгендей бұрынғы сызбаларымызды ашуға арналған бөлім. Сонымен қатар бұл жерде сақтау, қайда сақтау, барлығын сақтау, 2D форматында сақтау барлығы көрсетілген. Мынау бізде сызылған деталымызды, яғни чертежді 3D форматындағы сызбаны принтерден шығаруға арналған бөлімі. Осылай бізде барлығы көрсетілген. Мына жердегі part 5 деп тұр менде. Бұл сіз жаңа парақ ашасыз, қашан ашқан кезде бұл өз автоматты түрде атын өзі қойып отырады, номерлеп отырады. Осылай. Және мына жаққа тоқталып өтетін болсақ, бізде бұрынғы сызбаны ашайын мен сіздерге. Мынау міне қазан қалыбы. Бұл понсон матрица бөлімдері. Міне қазан бөлімі. Мына жерде атын жазылған қазан деп тұр. Тура осылай сіздер атын жаза аласыздар. Мына жерде жұмыстың барыстары тұр, яғни жұмыстың историясы, өшірілгені, қосылғаны, қандай да бір функциялардың барлығы бұл жерде сақталып отырады. Және мына бөлімі, мынау үш кеңістік. Осы үш кеңістіктің қай-қайсысында сіз сыза аласыз. Мысалы, қараңыздар, мынау алдыңғы бөлім, үстіңгі бөлім, оң жақ бөлімі. Осы қандай да бір бөлімді таңдайсыз. Сонымен бізде тышқанның оң жағын бассаңыздар, мына жерде эскиз деп тұрады, менде скетч деп тұр. Осыны басып бізде сызба жұмыс бөліміне өтсек болады. Яғни бізде жұмыс жасай аламыз осы жерден. Егерде бізде бұл бөлімді скетч бөліміне өтпесек, яғни эскизді баспасақ, бізде ешқандай жұмыс жасалынбайды. Міне қараңыздар, жұмыс жасалынбайды. Қандай да бір біз кеңістікті таңдағанда ғана сызбаны жалғастыруға болады. Міне көріңіздер, осылай жасай аламыз. Мынау төменгі жақта көрсетілген бұл координаттар жүйесі. X, Y, Z бойынша. X, Y, Z бойынша координаталы жүйесі. Мына жерде тағы бір координаталық жүйе болады. Бұны біз көрінбейтін қылып тастағанбыз. Осы жерден көрінетін қылып жасауға да болады. Мына жерде өшірілгенмен. Сонымен қатар осы үшеуінің біреуін таңдаймыз дедік. Және бұл жекелеген детальдардың есімдері. Осы жерде көрсетілген. Мына жерде қараңыздар, детальдардың орны. Мына жерде материал таңдай аласыз. Қандай материал таңдайсыз? Мысалы, болат. Қандай материалдан таңдайсыз сіз? Осының ішінде біз болаттың неше түрлі маркалары тұр мына жерде. Міне осының ішінен өзімізге қажеттісін таңдап аламыз. Осылай әртүрлі интернетте алынған программалардың мүмкіндіктеріне қарай материалдарда көбірек болады. Кейбіреуінде аз, кейбіреуінде жоқ болады. Сол сияқты жүктеп алған кезде де осыған сіздер баса мән берулеріңіз керексіздер. Міне, мысалы болат. Болаттың маркалары тұр мына жерде. Өзіміздің Қазақстанда қолданылатын советтік жүйедегі маркалар бар мына жерде. Осылай бізде ақырын көруге болады детальдарды. Материал таңдадық. Материал таңдағаннан кейін міне бізде жұмыс жасай беруге болады. Сонымен қатар
мына жердегі мына бөлімге тоқталып өтетін болсақ, бұл бөлімде бізде мына жерден сызбаның негізгі формасын қалай көрінуге болады, соны көрсете аламыз. Мысалы, мынау майда. Қараңыз, ешқандай сызық жоқ. Сызықсыз көрсетіп тұр қазір. Ары-бері қозғағанда ғана болады. Сіздер сызбаны ары-бері қозғау үшін, аударып төңкеру үшін тышқанның, мышканың тура ортасындағы айландыратын бөлімді басып тұрасыздар. Сосын басып тұрып ары-бері қозғасаңыздар, детальдарыңыз айналатын болады. Тура осылай айланатын болады. Міне, сызбаны айланып көруге болады. Және мынаны бассаңыздар, өзі белгілі бір форматта бізге көрсетеді. Жақындатып, сызбалары кішірейіп жоғалып кетуі мүмкін. Сол кезде таппай қалатын жағдай болса, осыны бассаңыздар, мына жерге алып келеді. Бұл негізі жоғалып кету деген сызбаны жасау барысында көп кездесетін жағдай, кішкентай детальдар сызғанда, үлкендердің арасында. Сонымен қатар, мына жердегі мына бөлімі, мысалы, осылай таңдап көрсеңіз болады. Міне, сізге көрінбей жатқан жерді, мына жер көрінбей тұрса, мына жерді осылай жақындатып көре аласыз. Ол үшін мынаны таңдайсыз, тышқанның сол жағын басып тұрып ақырын осылай тартасыз. Мышканың сол жағын басып тұрып ақырын осылай белгілейсіз, аумақты белгілейсіз. Осылай, сонымен бізде деталь жақындап шығатын болады. Міне, тура осылай бастыңыз, міне. Осылай жақындатып көре аласыз. Сонымен қатар, бұл жердегі мынау дегеніміз не? Бұл қима бетінің суретін көрсетеді. Қима бетінің. Яғни, қай бағыттан сізге қима беті керек, сол бетті сізде көрсете алады. Мысалы, мынаны бастым. Қараңыздар. Мынау жазықтық бетінің үстінен қиып тұр. Болмаса сіздер бұл жерді басып өзгерсеңіздер болады. Міне, тура қима бетінің суреті. Окей дейсіздер. Бұның бір жақсы жері, сізде сызбаңыз жоғалып кетпейді, ешқандай. Міне, тура баяғысындай тұра береді. Қараңыздар, қайтадан қима бетін көрсетемін. Тура осылай бұлай. Өзіңізге қайсысын ыңғайлы, қай бағытты көргіңіз келеді, осы жерден сіз таңдай аласыз. Болмаса, мына жерге алып келіп, мышканың, яғни тышқанның сол жағын басып тұрып, бұлай қозғасаңыздар болады. Тура осылай қозғасаңыздар болады. Және мына жерде қима бетінің суретін, яғни реңін өзгерте аласыздар. Мен қызылға қойғым келсе, қызылды басам. Окей деймін. Қызылға кетті. Сонымен бізде басамыз. Міне, қима бетінің суреті көрінді бізге. Ішінде бұл қалып, сызылған қалып. Қайтадан көрсететін болсақ, мына жерде міне, нақты сызба бұлай қисайып кетті. Енді осыны дұрыс қалпына келтіру үшін бізде мынаны басып, және бұрынғы қалпына қайта келтірсек болады. Тура осылай бізде міне. Не болмаса, мына жерде бұрылу градустарын өзгерте аласыздар. Бұлар негізі сирек қолданылатын функциялар. Осылай, окей дедіңіз. Сіздің сызбаңызды ешқандай өзгертпейді, тек қана қима бетін көрсетеді. Көріп болғасын, қайтадан баса саласыздар. Артқа шегінеді. Енді, мына жердегі мына функция қандай қызмет атқарады дейтін болсаңыздар, жалпы сызбаны қалай көру керек? Алыстан, жақындан. Мына жағынан және мына тұсынан көргіңіз келсе, мына жерді басасыздар. Бастыңыз. Осылай басқаннан кейін сізде қайсы жағынан көру ыңғайлы, осылай айландырып көрсеңіз болады. Нақты көрсетеді бетпен. Сонымен қайтадан көрсетемін. Басамыз. Басқаннан кейін тышқанның оң жағын басып, сол жағын басып айландырасыздар. Кешіріңіздер, қателестім. Сол жағын басып айландырсаңыздар да болады, міне. Міне көбінесе бізде мышканың ортасын басып айландыру бізге ыңғайлы болады. Қараңыздар, міне осылай. Мысалы, астын көру керек болатын болса, тура астынан көру керек болатын болса, астына келдіңіздер, мынаны баса саласыздар. Қараңыздар, қайтадан көрсетем. Бұл функцияны атқару үшін клавиатураның ең ұзын бөлігін басасыздар. Яғни правил. Басамыз, міне шықты. Енді
мышканың тура ортасын басып айландырып, мысалы мына бөлігінен тура бетінен қарау керек болса, бізде қазір қисық болып тұр, мынаны біз қолмен туралай алмаймыз ешқашан. Сондықтан осыны басып былай баса саламыз. Мышканың сол жағын бассақ жеткілікті. Басамыз. Айландырғанда мышканың тура ортасымен енді өзімізге қажетті бөлімге келген кезде мына бөлімді көргіміз келсек, мышканың сол жағын басамыз. Яғни тышқанның сол жағын басамыз. Міне. Осылай бізде сызбаны аударып төңкеріп көре аламыз. Және бұл қандай функция дейтін сұрақ болатын болса, бұл жердегі функция атқаратын қызметі сызбаның қандай формада көргісі келеді. Мысалы, міне ешқандай сызбасы жоқ, сызық жоқ мына жерде. Қараңыздар, міне сызық жоқ ешқандай. Осы жерде сіздер көре аласыздар. Я болмаса, осының қима бетін толықтай сызбасын көргіңіз келсе, осылай міне. Бұның ішінде қазан бар, қазанның қалыбы, сонымен матрицасы. Қараңыздар, міне. Бұл жерде осылай сізде осылай көріп, сызбаны ары қарай жалғастыруға мүмкіндік болады. Жалпы бұлар жиі қолданатын функциялардың біреуі. Сонымен қатар, мына жердегі бөлім бізде беттерді көрсетпеуге болады. Мысалы, қараңыздар, мына жерде ешқайсы көрініп тұрған жоқ бізде. Басып көрсетіп қойсаңыздар болады, міне. Ол үшін қайтадан айтайын. Алып келеміз да, тура осының тұсын алып келеміз. Мышканың, яғни тышқанның оң жағын басамыз. Мына жерде көздің суреті тұрады, көзді басасыздар. Жалпы мына жерде де солай. Мысалы, мынаны бізге көрмей-ақ қоятын болсақ, осыны көрсетпейді қаласақ, мынаны басамыз үстіне. Сосын мына жерде көрініп тұрады. Жасыру дейді, қазақшасы, жасырамыз. Көрінбей қалды. Мына жерде қазан тұр. Қазанды да көрсетпеу үшін бізде сызықты алып келеміз. Мышканың сол жағын басамыз, белгілеп аламыз. Мына жерде көрінеді. Деталды көрсетпеу. Мына жерде бізде қалыптың формасы шықты. Егер де мынаны да алып тастауға, көрсетпей тастауға болады, ол үшін сызбаны басамыз, мышканың оң жағын. Бізде көрінбей істеуге болады. Жалпы бұл панелдермен, жалпы функциясымен танысу сабағы болғандықтан сіздерге бұл функцияларды көрсетіп отырмын. Жалпы мына жерде де тура солай. Мынау көлеңкесі бар бөлімі. Мына жерді көрсеттім. Бұл жер жалпы белгілі бір аумаққа, мысалы таңдалған жерге бояу беруге арналған бөлім. Міне қараңыздар, осылай сізде бере аласыздар. Мынау жалпы сборка бөлімі болғандықтан бұл деталдарды өзгертіп келеді. Сонымен қатар, мына жерде бізге тілді ауыстыруға тура келетін болса, я болмаса сызбаның сапасын өзгертуге тура келетін болса, бізде оны қалай істейміз? Мысалы, мен мына жерге белгілі бір сызбаны сызайын, сіздер де істесеңіздер болады. Басынан бастайын қазір. Міне, топ плейнге келіңіздер. Оң жағын басасыздар мышканың, тышқанның оң жағын басқасын скетчке кіреміз. Скетчке кірдік. Кіргеннен кейін деталда мына жерде скетч деген бөлім бар. Ескиздеп тұруы мүмкін сіздерде. Мына жерде міне сызбалар. Осының ішінде шеңберді таңдадым. Бұл жерге алып келіп, міне әкелгеннен кейін ақырын тартсаңыздар, сызба ұлғаяды. Диаметр ұлғайды. Осылай қоя саламыз. Енді мына жерге белгілі бір диаметр жазамыз. Радиус жазамыз бұл жерге. Радиусты мысалы 50 деп жазайын мен. 50. Окей деп бастым. Қараңыздар. Енді мынаны басып, біз сызбаны көтерейік. Қараңыздар. Окей деп бастық. Ақырын жақындатып қарасаңыздар, мына жерде міне нақты көрсетіп тұрған жоқ бізге көзімізге. Төртбұрыш кесінді болып көрсетіліп тұр бізге. Енді осыны, яғни сызбаның качествосы дейді, сызбаның сапасын біз қалай жақсартып көруімізге болады. White плейнға қояйын, міне. Сызбаның сапасын қалай жақсартуға болады. Мынаны қараңыздар. Ол үшін мына жерге настройкаға кіреміз. Настройкаға кіргеннен кейін мына бөлім екінші панельге өтеміз. Екінші жағына.
Мына жерде суреттің сапасы бар. Осы жерде сіз максималды қоя аласыздар. Сіздерде компьютеріңіздің мүмкіндігіне қарай, мына қызылға өтетін болса, сізде видео карта төмен болатын болса, бұл сізге жұмыс жасау ауырлық етеді. Бір-екі детальға еш нәрсе етпейді, бірнеше құралған детальдар болатын болса, сізге бұл ауырлық етеді. Окей деп қойдым. Окей деп басамын. Міне қараңыздар, мына жерде өзгерді міне. Барлығы жақсы болды. Қайтадан бір рет көрсетейін. Мынаның ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін мына жерді басамыз. Сонымен мына жерді бассақ бізде image дейді. Бізде сызбаның сапасын мысалы төмен түсіріп көрсетейік. Мына жерде көрсетілген міне. Төменге түсіретін болсақ, окей дейін. Міне қараңыздар, біздің сызбамызды нақты емес, әртүрлі болып қалды. Енді осыны біз сапасын қайтадан жақсартайық. Ішіне кіреміз, мынаның ішіне басамыз. Осылай ақырын сызбаның сапасын бізде жақсартсақ болады. Окей дейміз. Мына қараңыздар, міне өзгеріп шыға келді. Осы бізде бүгінгі сабақ. Мына жерде де сондай, жалпы кітапхана бөлімі. Кітапхана бөлімі бұлар. Міне. Мына жерде бізде сызбаның бояуларын өзгерсек болады. Беттің, бони сызбаның және детальдың деген сияқты. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.